Саламатсыз, Азиза ма? Қалайсыз? Біз ана жақтан айналып жүрміз ғой. Сен мынау бөлек екен ғой. Хади қайырлы қорынан ғой. Кіріңіз, кіріңіз. Ассалаумағалейкум. Ой, балапандар. Қалайсың не? Ассалаумағалейкум. Қалайсың қызым? Жан, кел аға. Азиза, мына үйде қанша болып тұрып жатқанға? 2 жыл болып қалды. 2 жыл болды ма? Ана иелер бағанағылар ғой. Иә. Өзің қай жақтансың? Мен Сарыағаш жақтан. Сарыағаштан ба? Кішкентай. Күйеуің не болды? Күйеуіммен ажырасып кеткен. Көп болды ма? Иә. Көмектеспей ма? Жоқ, ішеді. Іше ма? Өзің жұмыс істемейсің ғой? Жұмыс істеймін арасында. Не бір қандай дертпен ауырасың? Бүйрек, хронический Бүйрек па? гломонефрит. Қандай? Хронический гломонефрит. Гломонефрит. Диализге барасың ба? Жоқ, әлі диализге не алмаған. Менікі андай дәрімен ғана шығамын. Дәрімен ба? Кіші дәретпен проблема ғой, значит, иә? Шықпайды өздігінен. Бұрыннан ауырасың ба онда? Уже 10 жылдан асып қалды. Да ты че? Қалай жұмыс істейсің онда диагнозбен? Енді амал жоқ, жұмыс істеуге тура келді. Бауырларың, ағаларың, әке-шешең бар ма? Бар ғой, иә. Көмектесе ме? Көмектеседі енді арасында кішкене. Балалар мектепке бара ма? Мектепке барады үлкен. Ана садикке? Ана садикке. Тегін бара ма садикке? Жоқ, тегін емес. Қанша төлейсіз? 25 ғой. 25. Оның бәріне қалай ақша тауып жүрсің? Енді қазір барып отқан жоқ үйде кезде. Абылай жұмысқа шыққан кезде барады. Бірақ жұмысқа мұздай суға жуасың бар жерде. Кейде сол денсаулық жарамай қалады да. Сен үй жинап сондай неге ғой? Барып тұрасың. Мына үйге қанша төлейсің? 60 мың төлейміз бұл жерге. 60 мың ба? Үй былай жылы ма, нормально ма? Болады, нормально болады. Күйеуің қайда қазір, бұрынғы күйеуің? Өзі жақта, Сарыағаш жақта. Сен сол жақтан мына жаққа көшіп кеттің бе сонда? Мен осы жаққа келіп емделіп тұратынмын ғой, осы жаққа. Алматыға келіп па? Сарыағаш жіберген, андай емдей алмаймыз деген да, осы жаққа жіберген бұрында. Осы жаққа келіп қаралып тұрамын да, сол. Неге ата-ананың жанына неге бармайсың? Қиын емес пе? Хотя бы балалар үйде болады, ата-анаң бар. Білмеймін енді, оларға барғанмен. Қабылдамай ма? Қабылдайды ғой енді, бірақ бәрібір де. Жалғыз өзің құсасың ғой, мына 2 баламен. Құсау болып оңай емес қой. Жанында не ер адам жоқ. Еттерің бар ма? Ет жоқ па? Қанша болды ет жемеген? Біраз болды. 1 жыл болды ма? Сондай шығар. Ет жемеген ма? Мында не бар? Мынау кәсіпкерлік керемсіңдер, иә? Рахмет сіздерге үлкен. Алла разы болсын. Жасаған жақсылықтарыңыз мың еселеп қайтсын.